Қайырлы күн, сіздермен бірге Ләззат. Бүгін чизкейк жасайтын боламыз. Ең алдымен творожный сырымыз бен қантымызды бір келкі болғанға дейін толықтай араластырып алатын боламыз. Толықтай араластырып алғаннан кейін жұмыртқаларымызды қосып, тағы да бір келкі болғанға дейін толықтай араластыратын боламыз. Қыздар, ескерте кететін жайт, чизкейк піскеннен кейін толықтай суығанша формадан шешпеуге кеңес беремін. Келесі кезекте 33% сливкемізді қосып, қайтадан бір келкі болғанға дейін араластыратын боламыз. Крахмалымызды қосып, толықтай араластырамыз. Егер де қыздар крахмал болмаған жағдайда орнына ұн қоссаңыздар болады. Формамызды толықтай пергаментный бумагамен жауып алатын боламыз. Масса кейін піскен кезінде 2 есе көтерілетін болғандықтан биігірек форма қолданғандарыңыз тиімдірек болады. Ең алдымен 180 градуста 15 минут, кейін 150 градуста 30 минуттың ішінде, толығымен 45 минуттың ішінде пісіп шықты. Барлықтарыңызды дайындап, өте дәмді чизкейкпен жақындарыңызды қуантыңыздар. Қыздар, ең бастысы чизкейкіміз піскеннен кейін 1,5 сағат бөлме температурасында суытып, кейін тоңазытқышымызға 2-3 сағатқа қойып алатын боламыз. Сіздермен болған Ләззат. Менің каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Ас болсын.